Біздің негізгі басы проблема ол... Бижан Нұрланыч. Бижан Нұрланыч. Қашан үйленесің? Ау? Не үшін тоқтап қалдыңыз? Жалғастыра беріңіз. Біздің негізгі жиналыс аяқталды сауылды. Досым, жиналыс неге етіп тұрсың? Ой, үйдегілерің сол бітпейтін сұрақтар ғой сол. Қашан үйленесің деген. Енді үйленбейсің ба, қызың бар емес па, сөз салып әрекет істедің ба? Уақыт. Жоқ. Оның проблема көрме, досым. Біз дайындап қоямыз. Сен қыз алып келсең болды. Бармайын. Тұр, кет. Бармайын. Жүр. Бармайын. Іздеп мен сені еңе күнде барайын, қуанту үшін құшақ гүлді алайын. Есік алдың әдемі әнге салайын, түсіндің бе қалай? Ай. Айтында не керек саған, көпірді мендегі ғалам. Сен келіп үйдегі мамам, үйленсең сөйт маған, үйленсең сөйт маған. Ой, мамам үйлен дейді, ой, мамам үйлен дейді, ой, мамам үйлен дейді маған. Сырласып айлы түндер, қосасып жүрейік бірге, сұлуым тек күлімде. Сырласып айлы түндер, қосасып жүрейік бірге, сұлуым тек күлімде. Сұлуым, әңгіме айтар шынайы, ойымның бар бөлігін сенің бейнең құрайды. Күлкің ұнайды, жүзің шырайлы, сені көрсе тіпті тынық мұхиты шулайды. Анаңа тең болады құдай ертең, үлкен той болады шыдай еркем. Болып өмірде сен менімен тең, шыдай еркем, бірге ертем. Ой, мамам үйлен дейді, ой, мамам үйлен дейді, ой, мамам үйлен дейді маған. Сырласып айлы түндер,